Баршаңызға сәлем, менің дамытушы ойындар арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздің арнада дамытушы ойын трафаретпен жұмыс. Бұл трафаретпен, яғни балалар заттардың суреттерді салып, бояу, түстер мен пішіндерді тануға көмектеседі. Бұл трафарет көмегімен балалар алғаш қылқаламды, яғни қаламдарды дұрыс ұстауға көмектеседі және үйретеді. Бұл балабақша балаларына арналған таптырмас керемет әдіс десем де болады. Кез келген тәрбиешілер, ата-аналар үй жағдайында болса қолдансаңыздар болады. Бұл ойынның балаларға берер пайдасы өте көп және де балаларға өте жағымды көңіл-күй сыйлайды. Бұл трафаретпен жұмыс жасап отырып балалар мүлдем жалықпайды. Бұл трафареттің көмегімен балалар пішіндерді, заттарды, жануарларды бейнелерін салу арқылы өздерінің қалаған түстерімен бояп отырады. Және де бұның балаларға берер пайдасы өте көп. Балалардың қаламды басты дұрыс ұстап, яғни шеңбердің сыртынан мүлдем шығармай бояуға көмектеседі. 3 жастан асқан балаларға қолдануға болады. Бұл әрекетті жасап отырған бала зейіні шоғырланады, логикалық ойлау қабілеті жақсарады, және ұсақ қол моторикасы дамиды, және зейінділігі арта түседі, ойлау қабілеті арта түседі, және түстерді ажырата отырады, қандай заттың қандай түспен боялатынын біліп отырады. Өте қарапайым. Алғаш трафаретпен жұмыс жасаған балаға өзінше еркіндік беру керек. Өйткені бала үйрену қажет, өзінің қалаған түсімен бояу керек, және де еркіндік сыйлау қажет. Балалар бұл әдісті жасай отырып, алдағы уақытта таңғажайып керемет суреттерді өз еркімен керемет бояуға көмектеседі және оңай бояп шығатын болады. Жалпы баланың сурет салуына, яғни дамуына трафарет көмектеседі. Бұл тапсырма балаларға алғашында қиын болуы мүмкін, сондықтан орындалу жайлы түсінік беру қажет. Балаларға орындауға онымен көмектескеніңіз дұрыс. Бірге жасалған соң өздігімен жасаған дүниесін жоғары бағалап отырыңыз. Әрбір істі дұрыс бағалау балалардың ынтасын арттырады және қызығушылығын арттырады. Үй жағдайында қатты картоннан өзіміз жасасақ болады. Әртүрлі түстерге, яғни әртүрлі заттардың суреттерін салып, әртүрлі түстерге бояп қайталап жасасақ болады. Және де балалардың сүйікті персонаждарын, сүйікті ойыншықтарын, ойындарын осындай трафарет ретінде жасап берсеңіздер де болады. Әртүрлі тақырыпта баланың сөздік қорын, танымын дамыту үшін трафаретті қолданған тиімді және қызықты әдіс. Яғни балалар тапсырмаларды еш кедергісіз орындай алады. Трафаретпен жұмыс жасау барысында балаларға берер нәтижесі, яғни қылқаламмен жұмыс жасауға үйретеді. Заттарды таниды, түстерді таниды, есте сақтау қабілеті жақсарады, қиялы дамиды, ойлау қабілеті дамиды, және де осы жақсы қасиеттердің бәрі баланың бойында дамып отырады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған дамытушы ойындар арнасы. Бұдан да қызықты видеолар көргілеріңіз келсе, қоңырау батырмасын басып, лайк басып кетіңіздер.